Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар. Бүгін біз сіздермен жеке кәсіпкерлікті қалай ашу керек, қандай этаптардан тұрады, қандай режимде дұрыс қабылдау керек, соның барлығын бірге үйренетін боламыз. Яғни ИП-ны қалай ашу керек. ИП ашуды бірінші біз Kaspi.kz қосымшасы арқылы қалай тіркелу керек жеке кәсіпкерлікке, соны үйренеміз. Яғни бұл жерде салыққа барудың қажет жоқ, және де сол ИП ашудағы барлық құжаттарға онлайн түрде қол қоя аласыз, әрі тегін болады. Kaspi.kz қосымшасы арқылы жеке кәсіпкерлікке қалай тіркеледі. Бірінші, жеке кәсіпкерліктің, яғни ИП-ның мәліметтерін енгізесіз. Кәсіпорын атауын жазасыз, мекен жайын, салық органын, қай салық органына жатады, сол қала немесе аудан, облыс деген сияқты. Қызмет түрін көрсетесіз және салық режимін таңдайсыз. Яғни қандай қызметпен айналысу керек және қандай режиммен жұмыс жасау керек, салық режимін, соны таңдаймыз. Және де соңында құжаттарға онлайн түрде қол қоя аламыз. Жеке кәсіпкер тіркеу кезінде сіз кәсіпкерлік қызметі жүзеге асыратын бизнесіңіздің мекен жайын көрсетуіңіз керек. Kaspi.kz мобильді қосымшасында жеке кәсіпкерлікті басқа адамға тіркеуге болмайды. Осыны еске сақтап алыңыздар. Егер жеке кәсіпкерлікке тіркелмеген жағдайда, оның себебін 1414 нөмірі бойынша білуге болады. Бұл Қазақстан Республикасының электрондық үкіметінің жедел желісінің телефоны. Сіздің өтінішіңіз мемлекеттік органдар тарапынан қабылданбайды немесе қабылданады. Оған қалай кіреміз? Бірінші, Kaspi.kz қосымшасына кірген кезде менюде госуслуги деген вкладкаға кіреміз. Соның ішінде зарегистрировать ИП дегенді басамыз. Ары қарай, мысалы, жеке кәсіпкерліктің атын жазамыз. Мысалы, ИП қазына деген сияқты. Және де мекен жайын жазсаңыз болады. Мысалы, Түркістан облысы, Түркістан қаласы деген сияқты. Мысалға, Түркістан қаласының салық органы Управление государственных доходов по городу Туркестан. Мысалға, көшені жазасыз, немесе микрорайон. Көшені жазасыз, үйіңіздің атын, квартира немесе офис жазсаңыз болады. Негізі қызмет түрін таңдайсыз. Яғни саланы, қандай саламен айналысасыз. Деятельность дейді. Мысалға, ОКЕД таңдайсыз. ОКЕД деген общий классификатор видов экономической деятельности деген сөз. Мысалға, қандай ОКЕД кодтарын қойсаңыз болады. Мысалы, код түрлері бар. 56101 дейді. Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания. Яғни, мысалы, бұл кафе, ресторан, басқа да тамақтану орындарын ашу үшін арналған ОКЕД код. Мысалы, 47892-ні таңдасаңыз болады. Предназначен для торговли на рынках любыми видами новых или поддержанных товаров, за исключением продуктами питания, напитками и табачными изделиями, одежды, обуви и текстильными изделиями деген сияқты. Мысалға, яғни бұл көбіне сауда-саттықпен айналысатын ОКЕД код. Мысалы, 855-99 деген ашсаңыз болады. Прочая деятельность в области образования не включенная в другие группировки дейді. Мысалға, бұл білім саласы. 80101 деген бар. Мысалы, деятельность частных охранных служб дейді. Мысалы, охранный служба ашсаңыз, сол сияқты ОКЕД кодтардың түрі көп. Біреуін өзіңізге таңдасаңыз болады. Kaspi.kz қосымшасында ары қарай деятельность таңдап болғаннан кейін продолжить деген кнопканы басамыз. Дополнительные виды деятельности деген шығады. Яғни сіз өзіңіздің болашақ салаңызға ұқсас тағы да 4 қызмет түрін қоса аласыз. Дополнительно, добавить вид деятельности деген басып. Мысалы, тауармен айналысатын болсаңыз, тауар сатумен, қандай тауардың түрлері бар? Азық-түлік тауары немесе дәрі-дәрмек деген сол сияқты. Тағы да қосымша бір ИП-мен қандай салалар түрмен айналысасыз, соны таңдайсыз. Бірақ көбіне сіздің қосымша қосқан сала түрлеріңіз ең негізгі сала түріне ұқсас болу керек.
таңдап болғаннан кейін продолжить кнопкасын басамыз. Ары қарай сіз салық режим түрлерін таңдайсыз. Налоговый режим. Мысалға общий установленный режимге керек. Жалпы белгіленген режим, жалпы салықтық режим деп айтады. Жеке кәсіпкер үшін, яғни ИП үшін общий установленный режим қандай болады? Ол жерде сіз табысыңыздан жеке табыс салығын төлейсіз 10%, жылына бір рет. Қалай есептеледі? Бір жылдағы барлық табысыңызды есептейсіз. Сол бір жылдағы барлық табысыңыздан бір жылдағы шығындарыңызды алып тастайсыз. Одан шыққан суммадан 10% төлейсіз. Яғни бір жыл деген қаңтар айының 1-мен декабрь дейді, желтоқсан айының 31-не дейінгі оборот сізде айналып жатқан. Яғни индивидуальный подоходный налог 10% төлейсіз табыстан, жылына бір рет. Бұл жерде табыс деп отқанымыз, мысалға сіздің сол ИП-ңызға тіркелген банк шотыңызға түсіп жатқан ақшалар, немесе сіздің электронный вариантта жіберіп отқан шот фактураларыңыз. Ал шығын деп отқан, мысалға жұмысшыларыңыз болса, жұмысшылардың еңбек ақыларының шығыны деген сияқты. Тағы да басқа шығын түрлерін қоссаңыз болады. Салық төлеу мерзімі келесі жылдың наурыз айының 31-не дейін. Мысалы 2024 жылдың салық төлеу мерзімі 2025 жылдың наурыз айының 31-не дейін төлейсіз. Ал енді жауапкершілігі шектеулі серіктестік үшін, ТО үшін қандай болады? Общий установленный режим. Ол жерде уже сіз корпоратив табыс салығын төлейсіз. Корпоративный подоходный налог 20%. Бұл да табыстан, жылына бір рет. Бұл жерде басқаша болады сәл. Мысалға барлық бір жылда табысыңыздан бір жылда шығыныңызды алып тастайсыз, бірақ бұл жерде қалған суммадан 20% төлейсіз. Яғни бұл да январь айының 1-мен декабрьдің 31 аралығы. Салық төлеу мерзімі келесі жылдың бұл да наурыз айының 31-не дейін. Ескерту дейді. Табыс және жұмысшылар бойынша шектеу жоқ. Общий установленный режимде, жалпы салықтық режимде естеріңізде болсын. Егер бір жыл ішінде компанияның табысы 20 мың айлық есептік көрсеткіш, яғни 20 мың МРП-дан асатын болса, сіз қосылған құн салығы бойынша есепке тұрып, оны 90-на бір рет төлеуіңіз керек. Яғни әр квартал сайын, 3 ай сайын төлеп отырасыз. Қазақстанда жалпыға бірдей белгіленген режимде, яғни общий установленный режимде жеке кәсіпкер үшін, ИП үшін қандай салықтар мен аударымдар ставкалары бар? 2024 жылы жеке кәсіпкер үшін салықтар мен аударымдардың ставкаларын көреміз. Яғни бұны келесі сабақта жалғастырсақ болады.